Ассалаумағалейкум достар, сендермен Харт Ибра. Достар, менің каналымда кереметтей бір видео шықты, бағалып кетерсіз деген ойдамын. Видеоның аты, яғни мен питомсыммен топыр алатын боламыз достар. Егер де видео ұнаса, лайк басып каналға тіркелеміз. Смело, ал ендеше біз видеомызды бастаймыз. Достар, видео басталмай тұрып бірден айтып кетейін. Мега конкурс достар, яғни 2 майда болатын болады, кешке видеосы шығатын болады достар. Оны өткізіп алмау үшін каналға тіркеліп тауайды колокольчикті басып қояйық. Сезон басталғандықтан достар, менде трофей аз әзірге. Міне ойынға кірдім қазір. Достар, мен плантейшнға секірдім. Мына жерде примерно достар қазір. Так, міне достар, Месхарын екеумізге топыр алатын боламыз. Яғни Месхарын менің питомсым болатын. Менің інім ойынды тастап кеткесін, осы Месхарынды інімнің орнына бірге алып жүріп қасымда ойнап жатырмын достар. Ініммен ойнайтын едім, Месхарын жоқты, қазір енді Месхармен ойнап жатырмын достар. Ол маған қазір, короче, бұлайға сумкіге 45 патрон оқ береді, 45 орын береді достар, яғни. Кешімтойым дұрыс айта алмағанға қазір. Міне достар, Месхарының эмоциясын көріп, 3 эмоция бар, яғни менде. Так, осындай. Так, нәжелі енді отат етіп алайық кішкене. Мен несі озвучка жасап жатырмын достар. Так, Ана жерді тездетіп жібердім, себебі ана жерді мен долго лутация еттім. Сондықтан достар, ана жерді тездетіп жібердім. Так, әзірге адам жоқ плантейшнде. Так, енді қазір адам өлтіруге баратын боламыз достар, Месхарын екеуміз. Мен питомсын ұнаса лайк басамыз, смело каналға тіркеліп кетіңіздер. Ол өте мен үшін маңызды достар. Сіздер үшін ол деген бір тычка, ал мен үшін үлкен мотивация болады достар. Так что смело каналға тіркелейік. Мен сүйкімді Месхарын деген питомсын. Атым Месхарын деп қойған себебім ол өте семіз. Месхарын деген ондай семіз емес негізі. Толстый да, қарны шығып кеткен. Сол үшін Месхарын деп қойдым. Так. Достар, конкурс мен айтқанда 2 майда шығатын болады. Яғни ертең шығатын болады достар. Давайте мотивациямен смело мотивация беріңіздер, сосын мен тизерге шығаратын боламын. Так, достар, мен аяқ машинамен жүріп Бемасаки жаққа баратын боламын достар. Алдымда адам шығады деп ойлаймын. Алдымда явно адам шығады деп ойлаймын достар. Так. Міне достар, ана жерде адам болды. Мен оттяжка істеймін енді. Опа, оттяжка. И стек ұрам. И жүгіріп келіп стек ұрды. И өлтіріп тайым достар. Так, арттан тағы бір криса атады. Мен күтіп отқан жерінен. Алдымда тағы бір криса. Ана жерде адам өте толып тұр, себебі соны өте кішкентай болғандықтан. Месхарының арқасында достар, мен тащид еттім осы жерде. Себебі ол маған осы орын толтырып берді автоматқа. Соның кесірінен менде патрон көп болды. Так, достар, ойынның дауысы шықпай жатқанда кешірімсіз, мен ойын дауысын қайтарып тастадым. Себебі ол маған өте кедергі келтіреді видео монтаждағанда.
Так, мен қасымда Месхарын, екеуміз қазір топыра аламыз деп ойлаймын. Айры аламыз қазір, барлығына өлтіріп тастаймыз. Ема стейк өте аз болғандықтан қазір менде сливать ету мүмкін катканы. Так, мына жақта адам жүрген сияқты, дауыс шаман естіліп тұр мына жерде. Так, осы жерде мен адам көремін достар. Тамам, кішкене ұрып қаламын сонда бірде. Ебать, алдымда адам атып жатыр. Тағына таста крисава дейді тұр, крисаны. Баса хет беріп өлтіріп тастар едім, егерде басын шығарғанда кішкене болса да. Так, мен хет берем енді. Ема, неге хет берілмеді? Өлтіріп тастадым достар, изи. Так, арттан бір криса жүрген сияқты достар, естіп тұрмын мен. Так, арттан бір криса яғына жүр. Достар, жестко берді маған. Сразу емдеп алам өзімді, енді өліп қалуым мүмкін онсыз. Так, мына криса егер менде стенкі болғанда қазір раш жететуге сразу баратын едім. Бірақ граната көп болғанның арқасында анам алысқа кетірдім достар. Так, обходпен өтетін боламын достар. Так, мына жот тығылып тұр, мына шықпайды криса. Жусы берді, хет берді басына. Жо желеткамай берген достар, бір айнам менде сломанный болды. Так, достар, мына жерде мен монтажда көріп скоростта қосып жіберетін боламын. Осы жер өте долгий. Так, обходпен қашып кетем, себебі мен стенкі жоқ достар. Я хотя бы световая да жоқ. Так, обходпен өтетін боламын, зонаға да бару керек, қысып жатыр жаңынан. Кім көп донат жасайды Free Fire'ға, комментарийдің астына жазып кетсін, кім донатер достар, комментарийға обязательно жазып кетіңіздер. Мен бәрін оқитын боламын. Так, мына жерде адам жоқ қой что-то. 11 адам көрдіңіздер достар. Кішкене тез зонада 11 адам қалды. Менде шанс таба алмады негізі мына жерде достар. Мен қазір озвучка жасап жатырмын. Видеоның басында айтқандай. Так, мына жерде жоқ пока. Олмайды. Сол жақта біреу мотоциклмен қашып кеткісі келеді, ана алдымызда көріп тұрғандай. Соны мен хет берем, хет берем, сосын өлмейді, білмеймін, стенкі қорып қалады. Ол жоғарға мен олады да, АВМ екен ода. Яғни келіп жатыр достар, мен хет бере алмай қалам, осы жерде не екен мені. Хет берілмей ма? Йо, кішкене алып, нөлі қой қалдырдым үшін. Ататыма өлмей ма, бір байлау айтын. Стенкі қорсам тағы стенкі ұрады. Мен бір стенкі бар деп ойладым ода. Так, мен алдында тағы бір адам өтеді. Сол мен неге атпадым десеңіз, ода стенкі көп болды, және де менде зона қысып тастады, менде басқа шанс болмады. Осы жерде мен қателік жібердім. Мен прямой қашып кетудің орнына достар, мен осы жерде ждат еттім, яғни күттім достар. По-любому менде шанс болмайды еді, алдымда 2 адам атысып жатты. Және де мына оң жақта да бір криса отыр, мен авоймен маған хет берді достар, 50-ақ қықпам қалды. Міне достар, мына жерде хет берді маған, 10 қықпам қалды достар. Ема зона сразу қысып тастады, өлдім достар соның кесірінен. Сонымен достар, мен топ 8-ге кірдім достар. Топ 8-ге кірдім, сіздерге видео ұнады деп ойлаймын. Егер видео ұнаса, каналға тіркеліп лайк басамыз достар. Давайте достар, смело максималда жинап тастайық. Мен үшін үлкен мотивация. Ну достар, осымен видео аяқталды. Сіздермен болған қарт Ибра достар. Давайте достар, қош болыңыздар.